Ассалаумағалейкум. Міне 13 қаңтар Freedom Now ұйымының жауапты адамы адамменен кезігуге бара жатырмын. Бұл адам кезінде мен тұтқындалған кезде 2019-2020-да Біріккен Ұлттар ұйымында мені ақтап шыққан құқық қорғау ұйымының жауаптысы. Ол өзі сол заманда мен үйқамақта отырғанда ғалымға хат жазады ютубтегі поштасына. Ғалым осындай бір хат келді деп маған жібереді. Сол хат бойынша онымен сөйлесеміз, бүкіл сұрағына жауап беріп, сол жерде ағылшынша A4 қағазға менің ісімді көтеруге толық құқық беремін деп қол қойып, соны фотоға түсіріп жібердік. Сол қағаз бойынша ісімізді қолға алып, ең соңында Біріккен Ұлттар ұйымының шешімін шығарды. Серікжан Біләштің Қазақстанда тұтқындалуы заңсыз деген бүкіл барысты сараптап отырып. Мен сол кісімен кезігем. Бұл ұйым міне өткенде бірінші неткен кезде хабарласқанымыздың өзінде жаңағы 19 азаматтың мәселесі бойынша Қазақстан үкіметі адамдық құқықты құрмет етуін талап етеміз деген сол Freedom Now-дың жазбасын жариялады. Енді бүгін кездесем 19 азаматтың ісін енді халықаралық деңгейде көтеруге бүгін сол келісемін қысқасы. Бұл кісілер енді әлдеқашан кірісті, бірақ ресми кездесіп, ресми сұраса сол құқықтық құжаттарыма, сенім хаттарыма соның бәрін берем. Сол енді Қаракөзенек тағы болды демеңіздер. Қаракөзенек мына ұйқысыздықтан түнімен жазу жазамын, жаңағы дайындайтын нәрселер бар, иу-ғиу. Сөздің шыны, бірнеше сағат қана ұйықтағаннан, мынау оң жақ көзім кеше түстен кейін жиналыстан шыққанда қанталап кетіпті. Өзі ондай болмаушы еді. Сондықтан қанталаған көзімен сол дәрі тамызып қойдым, сонымен көзенек тағып шауып жүргенім осы. Дұға қыларсыздар енді, қарекетке кірісерсіздер. Жалпы осы 19 азаматты Қазақстанның түрмесінен жұлып алып шығу үшін жанымызды салып жүрміз енді. Бүкіл дүниенің назарына осы істі іліп жатырмыз. Міне кешенің өзінде ағылшын тілінде мақала жариялады. Оны кеше деймін, түнде сіздер үшін айтқанда таңертең. Не сіздерде кеш қой, 13 күн кеш. Сода көрдіңіздер. Қытай туын және Ши Цзиньпин портретін өртеу қылмыс па деген ағылшын тіліндегі мақала сараптама шықты. Оның өзін жаңағы адвокат Шыңғуат Байжанның сөзін аударғанбыз. Соған негізделе отырып, адвокаттың өзі былай айтты: Қазақстан заңында былай, бір оқиғаға екі іс қозғалмайды, әкімшілік іс болса оған қылмыстық іс қозғалмайды деген бүкіл баптарын адвокаттың өзінің сол тікелей эфирде айтқан сөзін ағылшыншалап отырып, сосын халықаралық сараптау негізінде жазылған мақала сол жарияланды. Қысқасы күнде дерлік жұмыс болып жатыр. Күнде дерлік жұмыс болып жатыр. Енді сіздерде әркім мен не істей аламын деп істеу керек. Екіншіден, желідегі анау-мынауға уақыт жұмсамай, біздің осы сияқты жазбаларымызды, тарататын заттарымызды күніне 150-200 группаға бөлісу міндет болсын. Және бір рет емес, оны күніне 5 уақ, 6 уақ бөлісіңіздер. Міне жұмыс деген сол. Тағы басқа неше түрлі жұмыстар бар, айнала бар, ел жұрт бар, туыс туған бар, дос жаран бар. Соны осы іске жұмылдырыңыз. Қазақтар, бұл азаматтар неге қамалып жатыр? Әрбірден кейін қазақтың мүддесі үшін, сенің мүддең үшін. Ойбай Қарақытай қаптады деп жылағанда бәрін жылайсың. Бірақ сол Қарақытайдың езуін тіліп, бүкіл халықаралық ақпаратта, бүкіл саяси категорияда, саяси сахнада көтеріп, міне Американың конгресіне дейін хабардар болып, кеше конгресте міне жарты күн жиналыста болып, бүкіл сұрағына жауап бердік. Хатталып, жоқталды қаншама нәрсе. Хатшылар отырды, бәленбай құжат толтырып, қағаз жазып. Ал осы азаматтардың осы ісі болмаса, сол Американың конгресіне, Америка конгресінің Қытай ісі жөніндегі атқарушы комиссиясына кіре ме бұл мәселе? Кірмес еді. Бәрің тымпиып тыныш жатсаң, кірмес еді. Міне бұл азаматтар өзінің өмірін қауіпке тігіп отырып осындай істі істеді. Міне Американың конгресіне дейін бұл ақпарат жетті. Қытайды тізелеткен, Қытайды көр аузына апарған, Қытайға санкция салғызған бұл комиссия. Бұл деген ағылшынша Congressional Executive Commission on China дейді. Конгрестің Қытай ісі жөніндегі атқарушы дейді, экзекутиві, атқарушы комиссиясы. Қытайды дірілдеткен комиссия бұл. Қытайдың өзі бұл CECC дегенді естіген кезде тізесі дірілдеп бұтына жіберіп қояды. Ал енді сол бүкіл бір дүние жүзінің екінші үлкен экономикалық алып тұлғасы болған, әскери екінші деңгейдегі ел болып, әлемдік алпауыттыққа таласып жатқан Қытайды тығырыққа тіреген осы конгрестің комиссиясына бұл іс жетті. Демек, өте үлкен деңгейде пайда бар. Кей нәрселерді айта аламын, кей нәрселерді қазір айтуға әлі ерте. Бірақ айналайын қазақ. Бұл кісілерді анасы туғанда оңай омыртқасын үзіп көтеріп, әкесі, бұл кісілер дүниеге келгенде көктен періште түсіп, Алладан уахи келіп, сендер Қытай тақырыбын көтеріңдер, қалған қазақ қойын бағып, өмір сүріп, тірлік істеп, жан бағыстап, сөйтіп жату керек.
Сендер ондаймен айналыспайсыңдар, сендер тек осы ұлт тақырыбын көтеріңдер деп көктен періште түсіп алладан уахи келген жоқ бұларға. Бәрі де сол ұлттық намыс көкірегіндегі намыс сол жібермей тұр. Сондықтан айналайын қазағым, әрбірден кейін бұл азаматтар өздерінің өмірін қауіпке тігіп отырып істегені сенің ұрпағыңның мүддесі. Міне Қарақытай қаптап, жұмыстың бәрін тартып алып, жер асты байлығын тартып алып, ұлттық намысыңды таптап жатыр, мемлекетіңді жойғалы жатыр. Міне азаматыңды қамап жатыр, соттатып жатыр. Бір нота жіберіп еді, зырсиды міне. Міне Қарақытайын Қазақстанда тайраңдап жүр. Гәйлердің өзі Қытайды көргенде тура жет әкесін көргендей бас ұрып жерге сәжде қылатын деңгейге барды. Бүкіл билік Қытайдың құлы болды. Ал осындай кезде, осындай бір азаматтардың шыққанда тәубе де, және Құдайдан қорықсаң, екі дүниелігіңді ойласаң, үнсіз қалма. Жаратушының қарғысына қаласың, үнсіз қалсаң. Қарекетіңді істе. Лаулап жанған отқа қарлығаш қанатын суға малып су сеуіпті дейді. Ей, сенің қанатыңдағы су мына лаулап жанған отты өшіре ме дегенде, мен жаратушыға өзімнің қай жақта екенімді көрсетсем болды депті. Мен мына өртті сөндіре алмаспын депті. Бірақ жаратушыға қай жақта екенімді көрсетем депті. Сен де өзіңнің қай жақта екеніңді көрсет. Қарныңды сипап, тырт-тырт қасынып, осыдан жастықты қойып, бауырсағыңды жеп, шайыңды, қымызыңды ішіп, қазы қартаң тастап, соғымыңды жеп, соғым басына барып, әшейін қарқылдап күліп, уайымсыз, қайғысыз жүрген әрбір секундың үшін Алланың лағнетіне қаласыңдар. Міне ұлт үшін ұйыспағаның үшін, аққа жақ болып, қараға қарсыға болмағаның үшін қарғысқа қаласыңдар. Ұрпақтарыңнан тартасыңдар, жақсылық көрмейсіңдер. Ал өзіңнің аққа жақ екеніңді дәлелдесең ғана Алланың жазасынан аман қаласыңдар.